башынан қарағандылық көрермендеріміз толықтырды. Бүгін ерекше шақыру хатын жолдаған Әлияның үйіне қонаққа барамыз. Мұнда бізді Қазақстан Қарағанды арнасындағы Қуырмаш бағдарламасының жүргізушілері Еңлік пен Еділ күтіп алды. Қарағанды әдемі қала екен, ауа райы Астананыкіндей суық. Соған қарамастан сырттағы серуеніміз қызықты өтті. Әрі қарай Әлияның үйіне бардық. Қарағандылық достарымыз бізге жол көрсетті. Әлияның үйінің жерде болу керек. Тоқта, қазір мен оның хатындағы мекен жайынан қарайын. Я дәл осы мекен жай ғой. Ендеше не тұр, жүзіңдер бірге барайық. Кеттік. Келді. Рас па? Я. Сәлем, Балапан телеарнасы, қош келдіңіздер, жоғарылатыңыздар. Сәлем достар, біз бүгін Қарағанды қаласында тұратын тұрақты көрерменіміз Әлияның үйінде қонақтамыз. Дәл қазір біз Әлиямен және оның бауырларымен жақынырақ танысатын боламыз. Әлия, жасың нешеде? Мен жасым 8-де. Өзіңнің бауырларыңмен бізді таныстыршы. Нау Мұхтар 1-ші сыныпта оқиды, 6-да. Нау Расул 2-ші сыныпта 8-де. Нау Димаш даярлық сыныпта оқиды. Ал Әлия, балапан қонаққа баратынын қайдан білдің? Теледидардан көріп, менде де хат жазайын деп ойладым. Демек сен теледидардан көріп хат жаздың, Ал сен балапан қонаққа келетінін білдің бе? Мен хат жаздым, қатты күттім. Бірақ біз Қарағанды қаласынан тұрған соң келмейді деп ойлап қалдым. Бірақ біз саған келдік, Жоқ, Әлия, балапанға үздік хат жазған досымызға қай өңірден болса да балапан қонаққа барады. Әлия, сенің қолынан біз домбыраны көріп тұрмыз ғой. Бәлкім бізге бір күй орындап берерсің? Орындап берейін. Жарайсың, керемет. Ал тағы қандай өнерің бар? Мен бірге өлең айтам. Ал қандай әнді айтып бересің? Қошаққан, бірақ мен Мұхтар үнімен айтамын. Жарайды, онда біз Мұхтар мен Әлияның орындауында Қошаққан әнін тыңдаймыз. Жазатамның аулына барып едім қыдырып, бір қошаққан алдымнан шықты ойнап жүгіріп. Ақмаңдайлы ай мекен, шекер мекен, бал мекен, кеттім оны сағынып, қошаққаным қайда екен. Жарайсыңдар, Әлия және Мұхтархан. Әлия, біз сенің хатыңа қарап өнерлі балалар екендеріңді білген болатынбыз. Сол себепті сендерге қонаққа келдік. Балапан арнасының сендерге әзірлеген сыйлығы бар. Неге? Ала қойыңдар. Ал енді біз барлығымыз таныстық, ән де айттық, күй де шерттік. Енді ойын ойнайық. Келісесіңдер ме? Я, келісеміз. Достар, олай болса барлығымыз бірге ойынымызды бастайық, Сонымен, бұл суретте сендер кімдерді көріп тұрсыңдар? Бұл Балапан арнасының кейіпкерлері, Жақсы. Ал сонымен, бұл кім? Балапан. Жақсы. Ал бұл? Бұзауқан. Ал мынау ше? Қошаққан. Ал Балапан және оның достары мультфильмдегі барлық кейіпкерлердің аттарын атап көрейікші, Балапан, сосын Бұзауқан, Ботақан, Қошаққан, Күшік. Сондай-ақ ұлу, Жақсы. Мен ас үйден өтіп бара жатып, Балапанға ұқсас бір тағам байқап қалдым. Оны мен істедім.
Ал оны неден істедің? Бізге көрсетесің бе? Я көрсетем, қазір әкелем. Керемет! Қазір жерге қоямыз. Кел. Ал балапанның салатын қалай жасадың? Жұмыртқадан, ірімшіктерден, көзін жұмыртқадан істедім. Мұрынын сәбізден істедім. Аяқтарын сәбізден істедім. Ал денесін ірімшіктен жасадың, иә? Жарайсың. Балапанға ұқсау үшін былай істедім. Я, керемет. Тамаша. Ал істеңіздер. Жарайсың, Әлия. Біз сенің хатыңда жазған барлық өнеріңді тамашаладық. Сен сурет те саласың, домбырада да ойнайсың, ән де айтасың, тіпті бізге тағам да дайындап бердің. Бүгінгі күн өте көңілді өткен сияқты. Ал достар, сендер шаршаған жоқсыңдар ма? Жоқ! Тағы да ойын ойнайықшы. Ойын ойнағыларың келіп тұр ма? Иә! Жақсы, олай болса ойын ойнайық. Достар, біз қазір қолшатыр кімге теді ойынын ойнаймыз. Ойын шартын түсіндіріп өтейік. Мінекей, қазір мына қолшатырларды жерге қойып шығамыз. Сосын ол кезде әуен ойнайды. Сендер осы қолшатырларды айналып жүрулерің қажет. Ал әуен тоқтаған кезде қолшатырды алып, былай отыра қаласыңдар. Ал егер сендер қолшатырды алып үлгермесеңдер, ойыннан шығасыңдар. Егер ойын шарты түсінікті болса, ойынымызды бастайық. Ал енді әуен ойналады. Сендер барлықтарың осы қолшатырларды айналасыңдар. Балапан арнасы! Тоқта, қолшатырларды алып алыңдар. Сонымен Мұхтар ойыннан шығасың. Бұл балапан арнасы! Сонымен бізде ойыннан Димаш шықты. Олай болса біз дары қолшатырды аламыз. Балапанның достары! Қолшатырды кім алады екен? Бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Еділ. Жарайсың. Керемет. Ал. Достар, біздің осымен ойынымыз аяқталды. Біздің жеңімпазымыз Еділ. Жарайсың. Ал достар, ендеше барлығымыз бірге би билейікші. Ал сендер балапан арнасының әнұранын білесіңдер ме? Иә. Жақсы, олай болса барлығымыз бірге ортаға шығып, керемет би билейік. Балапан, 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 балапан арнасы, балапан арнасы, Бізбенен бірге! балалардың арнасы.